Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адиди және менің құрбым Нұрсая. Бүгін достар 27 қаңтар, менің туған күніме бір күн қалды деуге де болады. Негізі жалпы ертең менің туған күнім. Бүгін түнгі сағат 12-де менің туған күнім кіреді. И мен соған байланысты бүгін Нұрсаяның үйіне келіп, кірпік жабыстырғызып және шашымды осы жақтан үтіктеткізіп алынатын, потому что мен қарасаңыздар, шашым бұйра болғанда мен кеше жуғаннан кейін бірден өріп қоямын, сонымен есі дұрыс адам тік шашты қалайтын адам өре ма? Сонымен сол. И вот осы жақта қазір дайындалып, потом үйге баратын боламын. Ал жушы жоқ. Сосын үйге барып, и потом ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін менің сыныптастарым келіп құттықтайтын болады. Құдай қаласа, соған дастарханды сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Кеттік. Сіздер лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Және қартын ұрытынан жылу. Сөйтіп сіздер лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. И кірпігін қайырып тұр ма? Иә. Азанда ойбай, мектепте отырып қайрай беремін. Короче, лайк, подписка, комментарий ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай сырғамай аяладым бітіріп алды, ауыр нәсіп етсін. Ендеше мен видео бастады, кетті. Вот мынау менің до көзім, өзімнің кірпіктерім, ал мынау вот после көзім. Қайсысы более жарасады? Комментарий жазып кетіңіздер. Достар, вот тут, короче, мен мынау екі кірпігім. Жаңа көрсеттім ме, көрсетпедім бе? Өте дем болып тұр. Я негізі былай қарасам. Енді мен қазір шашымды саконти маған не істеп берген жатыр. Ойбай, үтіктеп берген жатыр. Короче, мен өргеннен кейін андай болып қалған ғой. Анада айтып едім ғой. Содан кейін соның барлығы қазір түп-түзу қылып, жұқа қылып алған жатыр шашымды. Сосын сол. Вот достар, в итоге менде осындай шаш шықты, өте әдемі болып тұр, өзім де білемін десе. Короче, вот артынан қарасам осындай, короче, көресіздер потом. Қатта ұнап жатыр маған. И мен все, енді үйге қайтайын деп жатырмын. Достар, мен үйге келіп, үйді жаңа жинап бітіп, енді мына залға уже отыратын жерді жасап жатырмын. Вот, короче, алашаны төсеп қойдым. Қазір үстіне 2 стол қоямын. Біз 15 шақты адам отырамыз. Сол себепті, короче, 2 стол төсеп жатырмын. Давайте кеттік онда. Короче, вот сайын, мен магазинге келдім. Жағын үйде отқам, тура жағын үйде отқан тұғымын. Енді мен магазинге келіп, не істейін деп жатырмын. Магазинге келіп, мен сыныптастарыма стол жасау үшін керекті заттарды алайын деп жатырмын. Так, бірінші мен осындай рулет аламын. Анау, походу, 2 тарелкеге жетеді деп ойлайсыңдар ма, либо жетпейді деп ойлайсыңдар ма? Как вы думаете? Если что, осыны аламын, және маған колбаса және сыр керек. Вот это вот колбаса және вот это вот эмир деген сыр. Потом осының жаңа қоятын печеный керек. Печеный. Я угадала. Я вот такой вот айолам, короче. Ну, как раз от алтадан 2 тарелки я отдельно кетеді. Одан кейін все. Осымен біздің дастарханымыз походу толу керек. Конфет аппаратына енді прям капитте вот это ойламаймын адамдар. Көреміз қалған. Достар, міне мен осылай міне үстелді дайындап басап кеттім. Прямо шашып тұрмын ғой. Енді кеттім. Енді қазір барып өзім дайындала беретін боламын. Достар, вот ендігі кезекте мен шашым уже түзулігі кетіп бара жатыр бар ғой прям. Ну, енді түзулігі әрине кете қоймайды оңайлықпен, бірақ короче бұзылып баратыр. Сол себепті тезірек шашымды істеп алатын боламын қазір. Ең алдымен мен сіздерге келетін образым көрсетіп кетейін. Содан кейін киінетін боламыз. Алдымен осындай, короче, қара капрон киеміз да астынан. Потом үстіне осындай кожаный арты шорты, алғы жағы юбка осындай неміз киеміз, короче. Юбкамыз киеміз және үстіне осындай қолында мынандай нәрсесі бар. Осындай киеміз, короче. Бәріңізге тағы да сәлем достар. Бүгін 28 қаңтар. Менің туған күнім. Вот мен мектепке осындай образ киіп алдым. Осындай корсетпен және де астында шалбар кәдімгідей. Үстінде осындай кофта образымды киіп алдым. Ендігі кезек ол маған шашымды істеу керек. Одан кейін украшенияларын тағатым болды. Ендігі кезекте мен шашымды қалай жасайтынымды көрсетейін. Ең алдымен осындай үтіктелген шашты аламын. Мынау уже үтігінің андай бүйтіп
мен азында буып алғанмын, соның ізі қалып, сондай болып кетіп, ладно, мен бәрібір мектепке жайып бармаймын ғой, буып барамын, сол кезде бұл көрінбей кетеді. Ең алдымен бізге тарақ керек. Тарақпен осылай бірге төмен жаққа қарай буып аламыз. Но қатты төмен емес, осылай буып керемін. Достар, мен мына шаш үлгімді жасап үлгермей қалыппын көрсетіп. Осылай буып аласыздар. Негізі менде по плану басқаша тұғын шаш үлгісі, крабикпен қыстырамын деген. Крабигімді таппай қалғанның себебінен осылай буып, үстіне жабыстыратындар жабыстырып, астына лента тақтым. Достар, мен мектептен келдім. И енді вот үйдемін, қазір жаңа бір жатып тұрдым, бірақ ұйықтаған жоқпын. Вот, енді қазір мен сәл бүйтіп еңкейіп тұрмын, потому что тұрсам, если камераға сыймаймын. Короче, енді мен қазір бүгін 28-і, менің туған күнім, официально, ресми түрде мен 15-ке келдім, 15 жасқа толдым, ал ертең менің сыныптасым 15 жасқа толатын болады. Екеуміздің арамыз бір-ақ жас. И вот кеше құрбыларым, достарым, сыныптастарым, короче, солар мені кеше 27-сі күні кешкісін келіп құттықтады. Түнгі сағат 12-ге дейін құттықтамаймыз, себебі, во-первых, қазір қыз түн ұзақ па, қалай тез бата ма, сондай шілей ұзақ болып кетті. Достар, солай келіп мен құттықтап кеткен, ал дәл бүгін бізде дәл солай 29-ы күні болатын сыныптасымыздың туған күніне менің туған күнім күні кешкісін барайын деп тұрмыз. Екеуміздің туғанымыз почти бір күнде атап өтейін деп жатырмыз да. Мен өзім үйімде өзімдікін жасап қойғам, ал қазір біз сол бағаның туған күнін, жасап жатқан бағаның туған күніне барайын деп жатырмыз. Соған давайте бірге жиналайық. Мынаған бәрін шортсқа, либо гетреди өзіме қып түсіретін шығармын деп. Туш мақып кеткен ғой просто. Сөйтіп түсірем шығармын деп ойладым. Сосын кейін видеом влог қып түсіріп жатқаннан кейін неге бәрін салмасқа деп ойладым да. Осылай салайын деп жатырмын. Қазір менде если кім осылай влог бастайын сөйтіп жүрген адамдар болатын болса, міндетті түрде липучка сатып алыңдаршы. Мен мысалы сіздер липучкада просто так стойкада тұрсыздар. Ой, стойка ма қалай? Шкаф біздің лакталған глянцевый шкаф. Не сондай шкаф. Сол жерге қадап қойдым, жабысады липучка. Мынау не деп ойлап қалғандар, вот этот вот, короче, вот такой вот жабыстыратын, қазақтайларды толтырып жабыстырып аламыз. Давайте ендеше кетіп бірге киінеміз. Бірінші астына мен осындай джинсы кигім келіп тұр, көк түсті, темный көк. Осы жақында ғана алған көк түсті джинсымды кигім келіп тұр. Өте идеально. Давайте, достар, ендеше бізде переход бәрі екі. Не, достар, осылай шықты. Менде джинсы переходымыз пешеход болса да, короче, түсіре берейік. Ендігі кезек. Так, достар, үстіне киюге менде осындай екі вариант бар. Біреу осындай сұр түсті, біреу осындай қоңыр түсті. Мынау андай бордовый сияқты болып көрінгенмен, негізі қоңыр түс. Біріншісі осындай, короче, кофточка, long sleeve сияқты тұрады. Мына жағы ашықтау, сәл-пәл. Чуть көресіңдер қазір. Ал екіншісі полный иығы былай тұрады. Короче, носы сәл бүйтіп тұратын. Осы мен авада көріп тұрған фотоларыңыз ғой. Басын авасын емес, обложкада, авада, бәрінде, короче, тұрған фотодағы кофта, осы кофта. Не, короче, жындау кеттім. Осындай қолында үлпілдегі бар, осы кофта бар. Осы менде әдемі елеседі. Осы менде, и мына қоңыр менде әдемі елеседі. И я не знаю, то, что қайсын тақса, қайсын кисем болады, ойланып жатырмын. Қазір алмакетті домалаппен таңдаймын ау. Екен білмеймін, бірақ мен осы сұрды кигім келіп тұр, және де сұрды киейін деп жатырмын. Давайте переход. Не, достар, осындай образ. Маған осы образ қатты ұнап тұр. Қаттырақ осыны кигім келіп тұр. Және енді осындай белдік тағамыз. Клеточный. Көйлектер жарайды, ойнағаның тарам, шашын тарам-тарам сағынған. Білесіңдер ма, достар, бізде қар деген прям қатты жауып жатыр, күшті. Қытайдан тілеп алған қарым ғой менің жаным. Так, осылай істейік. Я еще мен қазір сіздерге бір бәл айтамын. Боянып отқан кезде кезге де әңгіме қалсын деп тұрмын да ше. Потом, достар, енді кезекте осылай цеп керек. Осы цепті вот тут, короче, тағамыз осылай.
Вот артымнан айналып тұрады сосын. Тағы да сәлем дей ма қалай. Короче, вот мен киініп, ожерельяларымды тағып, полный прям әдем болып тұрмын. Ну, маған, короче, сырға керек. Сырғамды таппай жатырмын. Күміс емес, ойындамаңдар бижутері. Енді мен қазір сендерге бетімді жуып келдім. Бетіме мен қалай макияж жасайтынымды көрсетейін. Мына бүйтсем, короче, бүйтіп өстіп кетіп қала береді. Сосын жаққа барғанда істеп аламын. Мән бермеңдер. Короче, бетімізге алдымен база жағамыз. Менің, короче, вот тут SPF-ым қайда? Мен SPF-ым тозып қалды. Сол себепті мен үйде бар кремдерді енді лаждап жағатмын. Короче, крем для рук бәрін араластырып бір күнге, бір-екі күнге жаға тұрамыз, потому что түркістанға алу керек. Ал түркістанға баруға бүгін 3-ші күн, бір хотя суббота болса мейлі екен. Вот, короче, стикім тоже бітіп қалған, ішінен шығып тұр тауысып. То есть, істеп алмасам болмай кетті. Мен бұлай негізі мектепке вообще бүйтіп боян бармаймын. Бүйтіп боян баратын мектепке кіргізбейді. Сосын и өзіме де не приятно, то, что бір тойға келген ағамсап болмай қалады ғой. Опа. Короче, бүгін мен просто туған күнім. Қанша деген досымжан туған күніне барсақ та, сыныптасының туған күніне барсақ та, все-таки бүгін мен туған күнім ғой. Мен біреудің туған күніне болып өзімді туған күнімді просто өткізе салмайды екенмін. Айналайындар, қанымды не қылмаңдар сендер, мені түспеңдер деп отырмын да қазір. Сөйтіп мен өзім туған күнімді өзім туған күнді жасап жатқан сияқты настроймен барайын деп жатырмын. Енді кезек менде осындай дәреушаның кушоны. Менен просто макияжыма тотор сұрағандар. Менің жағым жаққан база деп қабылдайсыңдар, потом базадан кейін осындай кушон жағасыңдар. Если кушон жағатындарың болсаңдар. Бұл кушон менің тонымның түсімен бірдей. Сол себепті маған, короче, бұл особо бір нені қажет етпейді. Мен просто безеу, прыжық, сондайлар тұрған жерлерге ғана көбірек бүйтіп батырып, ағартып аламын. Прям ал қалған жерлерге ондай қылып жақпаймын. Ойла қалмаңдар, жағады екен ғой деп ше. Том достар, полный жақ болғаннан кейін беттеріңізге мынаны жерге өзіндік кушонның өзінің, короче, несімен жағып шығарсыңдар. Мен не үшін жерге жағамын? Менде бездің бәрі осы жерде, короче, сол үшін жағамын. Безем ал не екенін өзім де білмеймін. Короче, осы мұрнымның жанында бүкілі, сол себепті осы мұрным жағыма көп жағамын. Мен даже кушонды мен негізі басында сол үшін ағамын. Мен бұрындары вообще кушон жақпайтындығым. Просто мені мына безеуіме бола мазақтады, сол себепті мен осындай кушон алуды ұйғардым. Полный менің кушондық жұмысым бітті. Енді кезек ол бізде румяна. Румяна, бұл мен әжемнің румянасы. Ішінде мына жағында щеткасы болады және айнасы болады, және былай тұрсеңіздер румянаның өзі болады. Бәрекелді. Енді осыны қазір мен румянаға қатты батырмай қояйын, потому что мен румянасыз-ақ қатты қызарып кетемін қазір. Осының өзі прям қатты қызарып отырмын. Ну, короче, мына жаққа жақын келіп тұр. Мына жер всегда менде өзі-ақ қызарып кете береді. Сол себепті осылай өтірік ырымын жасап тұрып жүрсіздер, сама уверенность для, короче. Мен осы шамды өзім және Құдай түсінеді. Болды. Түрім жаңа ше, смайлик болып қалды оқырсын. Потом осылай қызарған қатты көрініп кетсе, короче, осылай кушон жағып жүруге болады. Одан кейінгі үшінші этап, базадан кейінгі үшінші этап, ол менде осылай хайлайтер. Хайлайтер мен құдай қаласа петличка алғаннан кейін асамай қалып түсемін. Бұның да астында осылай айнасы және де мынандай вот кисточкасы тут есть. Короче, осы кисточканы аламыз да. Негізі айнасын бүгін астына сындырып алдым, мен ше байқамай. Нечаянно қалай сынған даже өзім білмеймін. Осылай щеткаға алсаңыздар болады, либо жоқ, мен осылай жаға аламын десеңіздер, осылай жаға салуға болады. Күшті жаға салады, бұл да ше идеально тұра салады. Бүйтсе прям күшті тұрады. Менің камерам, как всегда, өздерің білесіңдер, анық емес. Сол себепті мен осылай айнаны алып жүремін өзіме бірге. Бетім шілей жылтырап кетпесін, ойпай. Короче, өздерің нормаларын біліп жағасыңдар ғой. Менің нормам бітті. Кушон барлығым біттім. Ендігі кезекте маған мынау да керек болмайды, құдай қаласа. Так, достар, енді келесі кезекте менің брендім Dior'дың осындай палетка тенее. Осыны жағатын боламыз, короче. Так, вот. Мен мына тұрған 5 штук жылтыр түстер жағамын. Бірінші осы ашық қоңырды бастаймын. Мына ең төбесіндегіні. Жоқ, қою қоңырды полный жаға саламын. Мен андай корейский макияж дегенде асықпай отқандағында жасамасам. Негізі мектепке солай жағып барғанды жоқ көремін. Былтыр сондай жағып баратын тұғынмын, бірақ мен ол палеткам бітіп қалған. Сол себепті мен қазір осы палетканы пайдаланғандықтан өзіме қалай ыңғайлы солай жағамын, потому что мына Dior қалай жақсаң да өте әдемі болып тұрады. Потом осындай жылтыр оранжевый түстегісін жағамыз. Бұл қатты көрінеді. Көрінеді ма? Бірден қабағыңды ашып жібереді екен. Ойбай, айқара ашты оқырсын. Вот. Короче, вот тут керек болады екен чуть-чуть кушондарыңыз. Потом осы прям ақ түсті алып, яркость береміз барлық жеріне. Түнде де, күндіз де, короче, жанып жүру үшін. Сосын вот туда, вот сюда, және вот сюда.
Енді кезекте бізге қайтадан осындай не керек болады? Айна. Енді осының барлығын әшейін сіздерге палец керек болады. Все, остальные не нужны для вас. Вот тут, тудын, и вот тут, тудын дейсіңдер. Да, өзі-ақ әдемі болып кете салады ары қарай. Все красиво выглядит. Тон, мұрынды чуть-чуть бүйтіп қыр мұрын қылып жібереміз, да. Чуть-чуть басып тастаймыз. Все. Қазір жарықтан бүйтіп күшті көрініп тұрады негізі. Мынаның барлығын жинап саламыз. Кезекте бізге ерін. Ерінді мен даже уже бастап кеткем. Ой. Сен көрсетдім деп ойлаймын, сөйтіп бүйтіп жауып алыппын, оказывается. Осындай карандаш для губ. Негізі көрсетейін десем, мен мұны өзім де білмеймін. И өзім де жасамаймын да. Қаяғым жетсін, ойыма контурны жасамайтын адаммын мен. Сәл темныйлауын аламыз. Осы күшті стылды. Жеймін ғой мен ешті помадан. Потому что білмеймін. Жоқ, жаламасаң ол қайтап үйкелері айтыңдар. Блин, сыртын бәріне жағып. Айттым ғой, еріндеріңді өздерің істеп алыңдар. Істемеймін мен. Карандаш для губ істемеймін. Ал менің өзімнің істейтін тәсілім, это вообще вы будете в шоке, просто офигеть. Келесі кезекте бізде ерін. Ерінге мен осындай алдымен тинт жағамын. Әжемнің тинті. Бір сулап аламыз да. Деп жағамыз. Потом Шанельдің блескінен жағып жібереміз чуть-чуть. Келесі очередьте бізде кірпік. Бірінші осындай Faberlic Rose деген тушы. Мен параллельно айна тұрғандықтан мен сіздерге қарай алмай жатырмын. Бұмен әшейін первый бір рет өткізіп жібересіздер. Одан кейін екіншісін істемес бұрын бір рет керлермен қайырып жібересіздер. Так вот тут осылай көрініп тұру сіздерге, да? Қайда көтеріліп қалады. Құдай үшін мен құсап беттерін шымшыламаңдар. Керлермен бетін шымшыла берем. Потом одан кейін Sky High'ды жағасыңдар. Sky High бізде типа андай ғой. Соңғы штрих болады ғой, типа. Короче, түсіндіре алмай жатырмын ше. Короче, Sky High'дан кейін ол не істемейді. Қалай болады? Sky High'дан кейін бұл туш ақпайды вообще. Еңіре жыламақ бөгелі, сонда да ақпайды. Ал мына вот Chanel бірден ақпайды, бірақ Chanel керлермен қайырмай-ақ бірден көтеріп тастайды кірпігіңді, өте демі. Chanel'ді былай істеу керек. Бүйтіп жаққаннан кейін артынан өте тақ кеп тұресің, осылай. Туы айттым ғой, көзіңді бір ашып аспанға қаратып қалсаң өкіндіріп жібереді адамды. Ендігі кезек, походу все нормально, так. Қасым идеально. Бір қайырып жібереміз ба? Еба, зор болды. Ендігі кезек, ол бізде қайда? Вот, жидкий тень. Жидкий теньді вот осылай қабағымызға жағып шығамыз. Во-первых, бізге қабақ салып береді, во-вторых, өте идеально көрсетеді, және во-третьих, мына жидкий тень мен сіздерге советім болсын, қалталарыңызға салып жүре салыңыздар. Если тушыңыз төбеңізге тиіп кетсе, осымен бояп жүрсеңіздер, көрінбей қалады. Жалпы пайдасы өте көп. Не? Жидкий теньнің қалтамызға салып аламыз. Енді ең соңғы штрих ол бізде осындай духи. Короче, если стрелкасы десеңіздер, осындай, және де менде Шанельдің стрелкасы бар. Сызуға болышыды, бірақ мен қазір өкім қалама деп тұрмын, сол себепті сызбай қойсам ба деп қоямын. Еба, Каусар нағасы? Каусар? Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін уже 29-шы қаңтар. Мен туған күнім өтіп кетті. 15 жасындағы бірінші күнім уже басталып жатыр десең. Мен 15-темін деп қоймаймын. 30-дың жартысына келіппіз. Ойбай, депше. Короче, достар, енді мен бүкіл тіркелушілеріме рахмет айту үшін осы видеомды аяқтайын деп жатырмын. Менің барлық тіркелушілеріме көп рахмет. Менің туған күнімде тіркелуші санын 177-ге жеткіздіңіздер. 77 видео, 177 подписчик болып тұрды, ойлаңыздар. 25 000 қаралым жинады видеоларым. Және маған телеграм чатымда барлығы эдиттер жасап, менің достарым эдиттер жасап, солардың барлығын сіздерге ютубқа салған болатынмын. Кейбір звуктар авторские право берді, енді өкінішке орай. Ну, жарайды.
Сондықтан барлықтарыңызға басымды иіп рахмет айтамын. Көп люблю вас, очень сильно. И вот мен бүгін жаңа ғана почтаға барып келдім. Теңбудан затым келіпті, соны ашып жатырмын. Мен біраз зат заказ бергем негізі. Мынау бізде Каусар дейтін қыздың заты осындай кірпік. Бұл менің затым емес ешқандай. А вот это менің затым. Мен осындай қатты қалағандығымын, және оған 2 түрлі түсінен беріп жіберіпті Тему. Случайный түс деген, и өзі случайный түс қылып салыпты. Вот осылай тырнақ мен. Короче, ашып алайын. Все. Потом еще тағы бір зат заказ бергенбіз, қазір оны да көрсетейін. Ема, қараны қатты басу керек екен. Ема. Короче, шашыма енді үтік, сонайлар алсам вообще супер болады. Бұл еще вот осылай жасауға болады, осылай қыстырсаң да болады. Ема, осылай қатты қалаған тұғымын келді, и вот сап-сау аман есен, короче, заказ берсеңіздер болады. Артикул тастап кет десеңдер, тастап кетемін. Кірпіктің жемнанда, и 3-ші затты көрсеңіз. 3-ші зат ол бізде, достар, ол осындай планшет. Жаңа ғана қыздар сатып алып тастады, уже үлгерді десең, вот. Адиди 70 подписчик. Короче, вот осындай ручкасы болады мына жерде. Тұратын, вот тут осындай ручкасы болады. Және мне Адиди бірдеме дейміз, осылай басын өшеді. Және если өшірмеймін десеңдер, вот тут, короче, мен үлкен жүрек салсайын, осылай тырнағыммен, и өшірмеймін десеңдер, мына бетін осылай құлып бар. Осы құлыпты, короче, осылай сезеңдер, мына бастандар да өшпейді. Мына өшпейді. А если осыны қайтадан 10 деп істесеңдер, бітіңдер өшеді. Егер артикул тастап кет десеңдер, тастап кетейін. Өте күшті және арзан бағада. Это очень нормально, короче, өте керемет качествода келді. Темуға рахмет, сіздерге де рахмет көрермендер. Лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Всем пока. Осымен туған күнім аяқталды. Еще мен бір жағдай айтып берейін. Өзіңнің туған күніне, біреудің туған күніне бару деген өте үлкен қатер екен десе. Қатер емес, просто маған қатты ұнамады. Өзімнің туған күнінде, біреудің туған күнінде отқан бір түр екен. Короче, менің туған күні 29 қаңтар, яғни бүгін, а менің туған күнім 28 қаңтар, яғни кеше болып кетті. И біз туған күнім сол адамды құттықтау үшін біз сол күні кешкісін барамыз. Сол күннің алдыңғы күні кешкісін барамыз. Мысалы, менің туған күнім күні кешкісін сағат 12-дің сол жақта отырдық. Бізге шашлык істеп, короче, жақсы отырдық негізі. Вот солардың барлығы осы видео, осы кадрдың алдында кетіп қалған, олар осы влогтың желісінде. Ал бүгін мен осыны қорытындылап аяқтап жатырмын. Сол себепті достар, всем пока.